Әр отбасының өз тарихы бар. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын шежіре. Ата-бабаларымыздан қалған өмір жолы мен өнегесі. Бүгін біз Утешевтер әулетінің тарихына үңіліп, олардың өмірлік жолымен танысамыз. Анамыздың қолында тұру бақыт әр балаға. Мынау тұрған үй зәулім үй әкеміздің салып берген үйі. 92 жылы салып берді. Қазір анамыз бар, сол осы үйде әкеміздің салған үйінде анамыздың қолында тұрамыз. Қақпаннан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалтаға жол бұл қиялға иғала салып ап. Қара шаңырақ тағы кеп тұр мұналдың абалаша. Атамның үйі жүретін кеткенін қайрап, әжемнің үйі жататын алаша құрап, қара шаңырақ. Бала анасымен мақтану керек. Қартайғанша, бала өскенше ананың қамқорында болу керек. Ана қартайғанда баланың қамқорында болу керек. Осындай түсінікпен өмір сүрген адам ешқашанда ұрпағына теріс тәрбие бермейді. Атамыз нағам мен әжеме жібек 13 бала тәрбиелеп өсірген. Ардақты әкеммен аяулана. Қазір балаларының барлығы аяқтанып, әр шаңырақты басқарып отырған отағасы мен отанасы. Мына тұрған мәуелі бәйтерек, әкемізден егіп қалдырғаны, сол 2000 жылдар егіп еді. Сол мәуелі бәйтерек болып өсті. Ана тұрған терек ол анамыздың еккен бәйтерегі. Екеуі жақсы шығып тұр. Aldarım, kelinlerim, nemerelerim, şöverelerim edeyin, osының bәріне at salsып, осындай дәрежеге жетіп атырым. Көп рахмат айналайындар. Дендерің сау, бастарың аман болып, осылай айналамда Öbürlep şöbürlep жүре беріңдер, семьяларың аман болсын, бар жақсылық болсын, кім-кімге де мен ойлаған адамдардың бәріне жақсылығым көп бақытты болсын деймін. Рахмат айналайын.
Міне, менің әулетімнің тарихы осындай. Мен осы әулетте дүниеге келгенімді мақтан тұтамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.